Қап-қара ханзада немесе черный принц деген шоколадты бәліш тортты дайындаймыз. Жасалуы оп-оңай, балаларыңыз болса сүйсініп жейді. Ол үшін жұмыртқа мен қантты және шымшу тұзды араластырамыз. Айранға ас содасын қосамыз, массаға құямыз, какао мен ұнды қосып, түйіршіктері кеткенше абайлап араластырамыз. Массаны екіге бөлеміз, әрқайсысын 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Оған дейін крем жасаймыз. Сары майға қант немесе қант ұнтағын сеуіп дұрыстап, қант ерігенше араластырып, қаймақты қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді суыған корждардың астына бір қасық крем, ортасына жарты крем және үстіне қалған кремді құйып, бетіне какао не шоколадты үкіштен өткізіп, безендіріп, тоңазытқышқа кремі сіңгенше 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Шоколадты торт балаларға ұнады. Балалардың бәлішті жеп қуанғанына не жетсін. Шайларыңыз тәтті болсын.